Сәлем қыздар, бүгін біз тауық сорпасына ерекше кеспе дайындайтын боламыз. Тауығымызды жақсылап жуып, суға салып, қайнатып, жай қойып, бетіндегі көбігін алып, картошкамыз бен пиязымызды жақсылап жуып, турап, бірінші қайнап шыққан соң, тауық сорпасына бірінші пиязымызды салып, артынан картошкамызды саламыз. Бұны жақсылап қайнаған соң, жай отқа бетін жауып қоямыз. Одан соң қамырымызға бір жұмыртқа, тұз, кішкене жарты кесе су қосып, жақсылап қатты қылып илеп, бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Сорпамызға тұз, керегінше томат пастасын қосып әдемілеп, одан соң қамырымызды жайып, кеспемізді турап, әдемілеп кеспемізді дайындап қоямыз. Кеспе осындай қатты болу керек. Жайған қамырымызда қаттылау болады. Одан соң біз тауық етін шығарып, пиязымызды алып, кеспемізді саламызды 5-10 минутқа жақсылап қатты отқа қайнатамыз. Оған дейін біз тауық етін жақсылап турап, кеселерімізді дайындай береміз. Кесеге құйған тауық сорпасының үстінен, кеспеміздің үстінен тауық етін майдалап турап, үстінен қоямыз. Өте дәмді шықты. Ұнаса лайк басып, тәкеліп кетіңіздер. Алда өте қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет.